Әкімшілік рәсімді жүргізу және татуласу рәсімдерді жасасудың шарттары мен тәртібі. Дәл осы тақырып аясында Шымкент қалалық сотында дөңгелек үстел өтті. Жиында мемлекеттік органдарда әкімшілік рәсімді жүргізу және әкімшілік қалау негізінде татуласу не медиация туралы келісімдерді жасаудың мүмкіндіктері талқыланды. 6 айдың ішінде ортақ мәмілемен аяқталған. 2021 жылдың 1 шілдесінен бастап елімізде әкімшілік рәсімдік процестік кодекс қолданысқа еніп өз жұмысын бастады. Осы аралықта сотқа жария құқықтық дауларға байланысты 910 талап келіп түсіп, оның 50% тараптардың татуласуымен тәмамдалыпты. Осы орайда оның 174-і жер дауына қатысты болса, 18 іс тұрғын үй төңірегінде, ал 97-сі азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы Шымкент қаласы бойынша филиалының әрекетіне қатысты болған. Сондай-ақ қалалық әкімдік пен оған қарасты мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері мен лауазым иелерінің әрекеттеріне, олардың әрекетсіздігіне, шешімдерге дау келтіру бойынша 43 талап қойылыпты. Сот төрелігінің бір жүйесі ретінде қолданысқа енгізілген әкімшілік әділет институтының жалпы мақсаты билік органдарымен арадағы дауда әлсіз тараптарды қорғауға бағытталған. Шешімнің басты көпшілігі талап қоюлардың талаптары қанағаттандырылып шығарылған. Яғни бұл дегеніміз өз жаңа мемлекеттік орган тарапынан өздерінің әкімшілік актілері, әкімшілік іс-әрекеттері жаңа заңсыз болғанына да өз дәлелін тауып отыр. Сотқа талап келіп түскен сәттен бастап қаралады. Мүмкіндік болса бірінші сот отырысында тараптарды татуластыру көзделген. Дегенмен ұзаққа созылатын процестерде жоқ емес. Оларды ары кетсе 3 айға дейін қарауға тырысамыз дейді қалалық мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының судьясы Тұрсынгүл Үмбетова. Араларында қайталап түсетін талаптар да бар екен. Енді жер учаскесінің иесі тездетіп мемлекеттен өзінің жер учаскесінің балама құнын алғысы келеді ғой. Соған байланысты, яғни бір ай күткен, бір айдың ішінде ол жер учаскесінің бағалау құнын бермеген. Соған байланысты талап қою түсті. Қарау барысында екі жақ, яғни талап қоюшымен әкімшілік орган келісімге келді. Яғни осы бір ай ішінде осы бағалау жүргізіп береміз деп. Бірақ бір ай ішінде бағалау жүргізілмеген әртүрлі себептерменен, соған байланысты қайталап сотқа берді. Келесі сот қарау барысында да іс қайтарылды талап қоюшының өзінің өтініші бойынша. Өйткені сотқа түскеннен кейін әкімшілік орган жаңа өзінің әрекеттерін түсініп, бағалау келіп түскеніне байланысты ол кісіге сол әрекеттерді өзі еркімен жасады. Яғни сот шешімінсіз. Әкімшілік рәсімдік процестік кодекс қолданысқа енбей тұрып, татуласумен тыңған талаптардың саны соңғы 6 айда 5-еу, ал заң күшіне енгеннен кейін көрсеткіш еселенген. Осыны ескерсек, жаңа заң қос тарап үшін де тиімді. Осы мәселелер талқыланған жиында заң талаптарын қатаң сақтау мәселесі ұсынылды. Гүлнар Асқарқызы, Талғат Елеубеков, Лола Розметова, жаңалықтар.